Intel Price-тың тұрған тауарларды Каспиге шығару, оны саудадан шешу, қайтадан саудаға шығару деген сұрақтарды талқылап өтеміз қазір. Intel Price-тың ішіне кірген кезде тауарлар деген мәзірдің ішінде тауарлардың шығады. Суреті, артикулы, Каспи коды, атауы деген сияқты. Мына жерде Price мәзірінде бағалар көрсетілген. Мына жердегі батырмалар не? Курсорды апарсаңыз өзі шығады не үшін арналған екен. Бұл батырма сізде Каспиде ең арзан сатылып жатқан тауарларды шығарады. Cheap prices деген сөз. Арзан тауарлар. Ал мына жерде E деп тұр, expensive prices. Каспидегі ең қымбат сатылып тұрған тауарлардың тізімін шығарады. Мына жерде. Мына жерде PP1 деген pick up point 1. Мына сөздер қайдан алып жатыр? Мына сөздердің бәрі Каспиден алынып тұрған сөздер. Каспи сіздің тауарды беретін пунктыңызды pick up point 1 деп белгілеген. PP1. Сізде мына жерде ES, Y деп жазып тұр. ES деген сөз мына тауар сізде бар деген сөз. Сатылымда stock balance деген жерде тауардың саны көрсетіліп тұр. Яғни мына тауар сізде бар дейді, сатылымда және оның данасы екеу дейді. Егер мына тауар өтіп жатса, автомат түрде мына жерден тауардың саны алынады. Егер мына тауар жоқ болса, мына жерге Каспи өзі алып тастайды, немесе қолмен өшіруге болады. Ол үшін ES дегеннің үстіне басасыз, no деп шығады. Бітті, бұл тауар Каспидің автомат түрде шешіледі. Мына N деген кнопканы бассаңыз, no, сатылымда жоқ тауарлардың тізімі шығады. Егер қандай да бір тауарды сізге қосу керек болса, онда осы жерден сол тауарды табасыз да, no деген сөзді еске қоя саласыз. Бұл Intel Price бұл тауарды автомат түрде Каспиге қайтадан шығарады. Санын не жерде көрсетесіз, қанша тауар бар екен. Яғни саудаға шығарған кезде міндетті түрде қандай саны бар екен көрсету керек. Бұл әрекеттерді сонымен қатар сіздің 1С-іңізді жасап тұрады. Бірақ 1С бойынша сіздерде қандай мәселе бар қазір? 1С сіздерде қазір 3948 тауарды беріп жатыр. Оның 2314-інде Каспи коды жоқ. Мына батырманы бассаңыз, Каспи коды жоқ тауарды өзі Intel Price шығарып береді. Мына жерге Каспи кодын енгізіп қосу керек. Ол туралы қосымша видео бар, сіздерге қосымша жібереміз.